саламатсыздар ма оқушылар? Балалар, ауыл сыртында сайда жатыр үлкен айна. Ол не? Көл. Дұрсақ, жұмбақтың шешуі көл екен. Қалай ойлайсыңыздар балалар? Бүгінгі сабағымыз не туралы болмақ? Көл дегенде көз алдыңызға не елестейді? Дұрыс балалар. Онда оқулықта берілген Зейнолла Шүкіровтің «Көл жағасында» өлеңімен танысайық. Балалар, Зейнолла Анапияұлы Шүкіров 1927 жылы ақпанның 16 жұлдызында Қызылорда облысының Арал ауданындағы Бөген ауылында туған. Науқастығына қарамастан өз бетінше білімін көтеріп, жазушылықпен айналысты. Алғашқы жинағы 1955 жылы «Менің достарым» деген атпен жарыққа шыққан. Балалар, оқулықта берілген Зейнолла Шүкіровтің «Көл жағасында» өлеңін мұқият тыңдаймыз. Тау етегі көк кілем, балауса араң шөп кілең, өзен бойын жағалай, өскен мынау қоғажай. Талма түстің кезін-ақ, шөлдеп қапты қозылақ. Қарайды үркіп үйректер, не нәрседен сезігап, қашпа үйректер сезігап, темейді ғой қозалақ. Балалар, өлең не туралы? Өлең? Дұрыс, көл, жануарлар, құстар, өсімдіктер туралы. Балалар, енді төмендегі сөздіктерге тоқталайық. Раң, шөптің аты, кілең, барлығы түгелдей, қоғажай, орман ішінде тоғайда өсетін шипалы өсімдік. Талма түс, күннің төбеге келген кезі. Бұл сөздерді балалар дәптерлерімізге жазып алайық. Балалар, мен сендерге қазір тапсырма беремін. Мына өлеңнің ұйқасын тап. Балқаш көлге барайық. Балығын ұстап алайық. Балалар, сендер де өздеріңіз осындай өлең құрастырыңдар. Балалар, қазақтың жазушысы, драматург, аудармашы Ғабит Мүсіреповтің «Көлде» мәтінмен танысамыз. Ғабит Мүсірепов балалар 1902 жылы Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, қазіргі Ғабит Мүсірепов атындағы ауылда туған. Ана жайында жазылған әңгімелерінде ана бейнесі қазақы қасиеттермен көркем сипатталған. Балалар, мен сендерге мәтінді оқимын, мұқият тыңдаймыз. Күн жаңа ғана көтеріліп келеді. Жазғы түрі кеңпейіл дүние шыққа малынып, маужырап тұр. Бармақ басындай қара ала аралар үлбіреген гүлдерге қонып, бал жинап жүр. Ат тұяғының жапырып кеткен балғын көк шөптеріне жаның ашығандай. Жал-жал болып біткен қалың орманды, қара топырақты құйқалы жер, көл де көп, көл бетінде шомылып болып, айнаға қаранып, сыланып отырған аққу. Қаз су бетіне түскен сәулелермен сұлулық салыстырып, сырласып отырғандай. Жайылымнан қайтқан мыңдаған үйректер суылдап келіп, көлге қонады. Қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр сырласады да қайта ұшады. Оттады, тойды, су ішті, қанды. Енді қамысты томарлы көлдердегі ұялары еске түсті. Қайта ұшып кетті. Балалар, мәтін не туралы? Жақсы. Балалар, қазір оқулықта берілген тапсырманы орындайық. Өлең мен әңгіменің байланысын анықта, айырмашылығын тап. Мәтіндерге сүйеніп, кестені толтыр. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.